бағдарламасы арқылы оқушыларды оқытып дайындауға 20-шы ғасырдың нағыз шешендерін дайындауға кәдеге жарайды. Зерттелуі, әдістемелігі, оқулығы, оқу құралдары қалыптасады. Бағана Гүлбану апай айтты ғой, алғашқы оқу бағдарламасын осы Гүлбану апай мен біздің мектептегі Гүлбану Махамбетова, жаңағы Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы, екі мықты Гүлбану апаймен қосылып оқу бағдарламасын жасадық 2019 жылы. Сол бағдарламамен 3-4 жыл оқытқаннан кейін жаңартылған оқу бағдарламасы шықты. Содан кейін біз тағы да бағдарламамызды жаңартып, оның арасында 4-5 жыл білім беру арқылы, тәлім беру арқылы біраз тәжірибе жинадым. Біраз сол тәжірибенің негізінде 2024-25 оқу жылынан бастап шешендік өнердің 7-11 сыныпқа арналған жаңа бағдарламасын жасадық. Сол бағдарламаны жасауға атсалысқан әдістемелік саладағы үздік маман, педагогика ғылымдарының кандидаты, ЕЗДУ-дың профессоры, абайтану бағдарламасы бізде оқытылып жатыр осы мектепте. Сол бағдарламаның авторы, көптеген әдістемелік оқулық, оқу құралдарының авторы Береке Дәулетханқызы апайымызбен бірге Жеңіскүл Темірханқызы апайымыз бар. Осы жерде оқу бағдарламасын жасап, жаңадан биылдан бастап оқуға енгіздік. Қазір Ыбырай Алтынсарин атындағы академияда қаралып жатыр, сараптамадан өтіп жатыр. Бұйырса осы оқу жылы аяқталғанша сараптамадан оң нәтижемен шығады, бекітіледі, рұқсат етіледі деген сенімдеміз. Қымбатты жетекшілер, сол бағдарламамен сіздерді оқуды жалғастырасыздар. Енді міне сөздің ретіне сай келіп тұр. Келесі сөзді онлайн қосылады. ЕЗДУ-ның профессоры Береке Дәулетханқызы онлайн қосылуға дайын болса, бүгінгі семинардың ары қарайғы жалғастырушысы шешендік өнер, қолданылмалы сауаттылықты қалыптастырудың тиімді жолы бағытында жақсы бір тақырып бойынша сөйлейді. Қабыл алыңыздар. Береке апай, дауысымыз естіліп тұр ма? Береке апай қосылды екен? Ондай болса, Береке апай қосылғанға дейін біздің арамызда бағана Камдур аға өзі айтып жатыр ғой, Қошамет шешен сөзі менің бағытым екен деп. Қошамет шешен сөзі ғана емес, уағыз діни бағыты да сіздің шешендік арнадағы ең негізгі бағыттарыңыздың бірі. Біздің ортаға қымбатты қонақ болып, Алматы облысының бас биі, ақын, композитор, ұлт жанашыры Кәмілұр Тәлімұлы ағамыз келіп отыр. Кәмілұр ағамыздың әлеуметтік желіде көптеген кісілерге берген сұхбаты миллиондап қаралады. Миллиондап. Бүгінгі тыңдаушылардың жүрек түкпіріне терең орныққан, терең ұялаған жақсы әңгімелерімен бүгін халықтың ыстық ықыласына бөленіп жүр. Ал Кәм аға, ұлағат ұстаздар, қадірлі Айгүл апай, ұстаздар, өте қуаныштымыз бүгін біздің ортамыздан табылып, бұл сіздің біздің тілге деген, елге деген, ұлтқа деген, рухқа деген құрметіңіз деп қабылдаймыз. Алла разы болсын. Қандай керемет, жаңа сонау Астанадан серік неге аталарыңыздың ғұлама ғалым осы шешендік өнердің шыңына жетіп зерттеп жүрген кәдімгі Мабай ағаларың бүкіл өзің бар мейіріммен, ынта-жігеріменен осы өнерге, ғылымға арнаған бұл керемет. Қазақта қызған оттай қарыған шешеге қазаққа сөз дарыған дейді. Сөзді қараңыз, қазақтың сөз түйегіне сөз сіңген, сөз дарыған. Қызған оттай қарыған, қазаққа сөз дарыған. Биік қойған намысын бір шыбындай жанынан дейді. Жаным малымның садағасы, малым арымның садағасы деген. Ар, ұят, намыс дегенде ең жанынан да биік қойған, өлімнен ұят күшті дегенді айтқан. Қандай керемет ғажап. Екі ауыз сөзбен ердің құнын шешкен қазақ бабаларымыз жер дауында да, жесір дауында да мынау ат сүрініп тұрғанша ақыл тапқан, ойдың ұшқырлығы, жүйріктігі, тілдің өткірлігі, бұл өзі біздің қанымызға дарыған. Ал енді айтыс өнері дегеннің өзі осы шешендік өнерімізді тұнып тұрған. Табанасында тапқырлық таныту, тауып айту, тың теңеулерменен сөйлеу, мысалы үшін жетесіне жеткізіп, жеке судан өткізіп, қопарып бәрін. Сондықтан да қазақ сөзді қару деген, сөзді өнер деген, сөз құдірет деген, өнер алды қызыл тіл деп осыға айтпаған. Сондықтан мынау дара, дана, кемеңгер, ғұлама, адамзаттың абайы атанған
ұлы Абай бабамыздың атындағы мынау ерекше тереңдетіліп оқытылатын жаңағы республикалық дәрежедегі үлкен мектеп интернатының аясында 12 облысымызбенен 3 республикалық жаңағы үлкен мәртебелі қаладан келіп отқан қонақтар, оқушылар, келген қадамдарыңызға сәттілік тілеймін. Мен сол жаңа жарқын бауырым айтты ғой, өз жерде кішкене тосырқап тоқтамасам ары қарай кетіп қалуы мүмкін. Сондықтан да жаңа бір ерекше айтқан сөзі ағайларыңыздың, баяндамашылардың. Атақты Аққошқар би Құндауына келгенде сонда Шаңқы бидің айтқан екен дейді. Уа Аққошқар, Аққошқар, кере-кере сөйлесең келіндау келер жылы бітеді. Келісімен сөйлесең екі ауыз сөзбен ердің құны бітеді. Келісімге келе алмай керісе берсек ерден қадір, елден береке кетеді деген екен дейді. Қазақтың би шешендерінің дуалы ауыз, ауыздар дуалы сөздері уәлі болған бабаларымыздың түп негізгі мақсаты бұл береке мен бірлік. Бірлік болмай, тірлік болмайды. Ауыз бірлікке, ынтымаққа, елдестірмек елшіден, жауластырмақ жаушыдан деп ел болуды, жұрт болуды, тұтас болуды, жұмылған жұдырықтай, мынау бір атаның баласындай, бес саусақтың саласындай, міне бөлінсең бөрі жейді, алтау ала болса ауызға кетеді, төртеу түгел болса төбеде келеді деп, сол берекеге, бірлікке, татулыққа шақырған бабаларымыздың ұстыны, ұраны, негізгі мақсаты осы еді. Алла тағала сіздермен бейіл берекетте, жақсы тату күндерде, осы бабамыздың 180 жасқа толу құрметінде, сол кісінің атындағы қасиетті қара шаңырақта жарты ғасырдан астам тарихы бар, үлкен ірі көшелі оқу орнында сіздерге Алла тағала зейіндеріңізді ашып, білімдеріңізге білім, біліктеріңізге білік қосылсын, қазақтың шешендік өнерін шыңына жеткізіп шырқатып, ары қарай дамыта беруіңізге шын жүректен тілектеспін. Рахмет аға. Ағамыздың әңгімелерін әлеуметтік желіден тыңдаңыздар, әлеуметтік желінің пайдасы осындайда болады. Енді Береке апайымыз қосылып жатыр екен. Береке апай, қайырлы күн. Өлшеу жағасын болып келе жатыр. Бұл бір жағы дұрыста шығар, себебі қазіргі уақытта баланың оқу сауаттылығын дамыту, математикалық сауаттылығын дамыту сияқты сауаттылық дамыту бағытында бірнеше бағыттарды ұстанып отыр. Оған қатысатын балалардың көбісі 15 жастан жоғары қарай сыналады. Осы жағдайда біздің негізгі республика көлеміндегі көрсеткіштеріміз әр жылдары әр тарапты болып отыр. Бір жағы бұл біздің білім деңгейімізде, жалпы оқу сауаттылықты қалыптасуда әдебиет, тіл сияқты сабақтарды біздің қалай жүргеніміздің де бір көрсеткіш сияқты. Осы тұрғыда келгенде енді сол бағдарламаларда немесе мүмкін болса, сол бағдарламалардың ішкі мазмұнында баланың мәнді тануы, түсінуі, сараптай алуы, ішкі ақпаратты өңдей алуы, оны келістіре алуы, мәтінді жаза алуы сияқты толып жатқан санақты қолданымды дағдылар ішкі мазмұнында. Осы дағдылардың негізінде тіл мен әдебиет сабақтарында бізде қалыптастырып жүрміз. Біздің де бағыттырып мәтінді оқытамыз, оның түсінігін интерпретациялаймыз, оны интеграциялаймыз, мәтіндерді белгілі деңгейде түсіну бағытында көп жұмыстар келеді екен. Бірақ осының әлде де мазмұндық деңгейінде қалады. Мәтіндердің мәнін түйсіну, мына өзінің тіліне қарай аудару, қолдану, осы жағы кемшін. Біздің білім беруіміздегі кемшіністарын осы PISA бағдарламалардағы сынақтар көрсетіп беріп отыр. Сондықтан енді мына шешендік өнерге баулып отырған уақытта біз осы кемшіліктердің орнын кішкене болса да мына ойыстыра алады екенбіз. Осы кемшіліктерді орнына қоя алады екенбіз. Кемшіліктерді сырт тастап, керісінше жетістіктерді тұғырға қондыраттай мүмкіндіктеріміз бар екен. Себебі біздің балалар небір жағдаяттық тапсырмаларды орындайды екен, оны өңдейді екен, өз тіліне салады екен, оны қолданады екен. Осындай дүниелерді жасауға бірден бір жақсы мүмкіндікті беріп отқан осы шешендік өнерге баулу. Бұл шешендік өнердің өзі тілмен жалпы мәдениеттік дағдыларды, сөйлеу дағдыларын, мына әдебиеттің небір терең дүниелерін қолдануға
баланың күндегі өзінің тіліне, өміріне алып келудің жақсы жағдайы. Осы өткен жылы мына жарқын ағайларымызбен, мына жеңіскүл апайларымызбен бірігіп отырып, біз бір бағдарлама жасадық. Яғни шешендік өнерге баулу бағдарламасы. Бұл шешендік өнер пәнін қалай өтіп жеке пән ретінде өткен жағдайда бұл бағдарлама не береді деген мәселені бір сараптадық. Сонда біздің қалғанымыз, біздің бағдарламаның ішкі мазмұны мына пиза бағдарламаларының бірінші, екінші, үшінші тіпті ең жоғарғы деңгейіне дейін сәйкес етеді. Ендеше біз осы бағытта қарқынды жақсы жұмысты жолға қоя алсақ, біздің балаларымыз мына тіл мен әдебиетті оқытудың қолданымдық деңгейіне, жоғарғы деңгейіне қарай көтерілетініне көз жетеді. Бұның жарқын үлгісі болу керек. Қазір мысалы балалардың ертең мысалы сайыс бар, сол кезде де көреді. Мына Ахмет Байсовтың айтатын тамаша сөзі бар. Тілдің қызметі дейді. Ақылдың аңдаған аңданша, көңілдің түйгенін түйгенше айтуға жарау дейді. Яғни тесіктегі дүниені жеткізуге жарау деген мәселені айтады. Ендеше біз шешендік өнерді дамыту арқылы, осы бағдарламаны дамыту арқылы біз мемлекет қойып отқан проблемалардың негізі үстінен шығады екенбіз. Сол мемлекет қойып отқан, біз енді қазір осы бүкіл халықаралық деңгейде 80 ел қатысып отыр ма? Осы бағдарламада сол бағдарламаларда мысалы күштіміз төмен деп отырмыз ғой. Шын мәнінде әр мектеп шешендік өнерді оқытатын болса, біздің деңгейіміз қаншалықты көтерілетініне көз жетеді. Мына біз қазір тілдің аясын тарылтып келе жатырмыз. Біз тілді қолданған уақытта қарапайым түрде мынау тілдің өзі бір қызметі бар, қарым-қатынас туралы дейтін. Бұл тілдің қарапайым қызметі. Қарым-қатынас туралы ғана болу. Бірнеше басқа деңгейлік қызметі бар тілдің. Біз қазір қарапайым, рабочая дейді ғой, рабочая жұмыстық деңгейде ғана тілді қолдансақ, ол бізді белгілі бір үлкен жетістікке жеткізе бермейді. Яғни орыс тілін білеміз, орысша сөйлейміз дейтін аудитория көп, ал бұлар шығармашылық деңгейде қолданып жүр ма? Өзгеше. Ағылшын тілін білеміз, ағылшын тілінде сөйлейміз, қарым-қатынас деңгейінде. Ал оны шығармашылық деңгейге көтере алып отырмыз ба? Бұл басқа сұрақ. Ал біз қазақ тілін деңгейінде, қолданып деңгейінде ғана пайдаланымыз керек. Жоқ. Ол біздің шығармашылық деңгейдегі, біздің болмысымызды, біздің қарым-қатынасымызды, біздің барлық әлеуетімізді, мына жалпы шығармашылық деңгейімізді көрсететін деңгейге көтерілу керек тілді қолдану. Осы жағдайда біз қазір шешендік өнерді бауласақ, өзіміздің қаншама ұрпақтымыз тілдің басқа да терең салаларына қарай тартудың мүмкіндігі болады екен. Қарабайыр тілден айыратын уақыт жетті. Біз тілдің, көркем тілдің, сұлу тілдің, мағжанды керемет сөзі бар. Өлең бар. Күз кемеді айыбымды туылады, кеше батыр, бүгін қорқақ туғады. Еркі ұмтылған шұқыр жаны кісенді, қан суынған жүрек солғын соғады. Жарық көрмей жатса да ұзақ кең тілім, өткір таза, күшті терең, кең тілім дейтін. Осы тілді күшті, терең, кең тілді деңгейінде қолдансақ, онда біз мүмкін небір негізгі мақсаттан шығатын шығармыз деп ойлаймын. Мен слайдты көрсетіп отырып, оны салыстырып, екеуін деңгей көрсетемін ғой деп ойлаған едім. Ана бағдарламада біз көрсетіп отқан мәселелеріне. Ал бағдарлама, мынау пиза бағдарламаларындағы тапсырмалар деңгейінің әр деңгей бойынша қалай берілетін, солай көрсетем ғой деп едім. Бұл енді техникалық жағдай осындай болып қалды. Айтайын деген ойым осы. Яғни шешендік өнерге баулу әр мектепте өтілу керек. Себебі бұл әдебиетті тілді оқытудың биік деңгейі, қолданымдық деңгейі, жоғарғы деңгейі. Әсіресе қазақ мектептерінде осы деңгейге өте алсақ, бұл біздің ұлт ретіндегі тілді дамытуымыздың, әрі өзімізді дамытуымыздың жарқын көрінісі болған болар еді. Осы айтайын дегенім әлеумет.
Сіздермен амандық бақтым да, айып еткенсіздер. Слайдыңыз көрініп тұр, апай, слайдыңызды көрдік. Мұғалімдерге, бәріңізге бір нәрсені, терминнің мағынасын ашып кеткім келеді. Шешендік сөз деген бар, шешендік өнер деген бар. Шешендік өнер ол тілдің нысаны, шешендік сөз әдебиеттің нысаны. Шешендік өнер тілдің нысаны болатын себебі не? Ол сөйлеу заңдылықтарын меңгертеді. Шешендік өнер сөйлеу өнері дегенді білдіреді. Сөйлей білу өнер дейді ғой қазақ. Соның қандай заңдылықтары бар, қандай ережелері бар, дұрыстық қай жерде, яғни сөз мәдениеті деп аталатын ғылымның жалғасы шешендік өнер. Ал шешендік сөз сол шешен сөйлеу әрекетінен туындаған туынды. Байтұрсынның сөзімен туынды. Ол шешендік сөз деп аталады. Осы екі нәрсені мен енді докторлық диссертациямның тақырыбы бұл шешендік өнердің негіздері және сөздің танымы деген. Соны 1995 жылы қорғадым мен. Сонда осы әдебиетшілер мен тілшілер таласып жүретін шешендік өнер деген пәнге. Оны жақсы білемін, неше жылдан бері жоғары оқу орнында істеп келатырмын. Әдебиетшілер біз береміз дейді шешендік өнерді, тілшілер ол біздің нысанымыз дейді, біз беруіміз керек дейді. Осы екі терминнің аражығын ажыратып алыңыздаршы. Бұл тағы да айтамын, менің сөзім емес, Рабиға Сыздықтың сөзі. Шешендік өнер менен шешендік сөз, Рабиға Сыздық екеуінің аражығын ажыратып берді. Сол бойынша біз бағдарлама жасадық, сол бойынша сабақ өттік неше жыл бойы, монография, оқу құралдары шықты дегенді. Сондықтан рахмет, сіз береке, мұны шешендік өнерді, тілдік дағдыларды дамытудың әдіс тәсілдері дегенді сіз өте орынды айттыңыз. Содан барып менде ой туындап отыр. Рахмет. Рахмет. Уақыт бөліп. Апай, көп рахмет. Сізге де рахмет. Міне бүгін бір сондай бір үйлесімділік, бір-бірімізді толықтыру болып жатыр. Рахмет. Семинардың тілектестік, жақсы, ондай болса мен шығар екенмін. Рахмет, аман болыңыз. Сондай бір сәттілік, үйлесімділік болып жатыр. Осы саланы зерттейтін мамандар бір-бірін толықтырып, қаншама маңызды бұрын соңды естімеген ақпаратқа өзіміз ет құлағымызбен естіп, көзіміз жетіп, көңіліміз марқайып отыр. Дәл осы сәтте бүгінгі маңызды іс-шараларымыздың тағы да абыройын асырып, көркін кіргізіп, мәртебесін асырып келіп отырған Қазақстанның халық әртісі Рамазан Станғазы ағамызға қошемет көрсетіп. Солай болса түстен кейінгі 500 кәсепте ағамыздың әнін тыңдаймыз.